Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы «Сен не саласың?» Тема урока «Что ты будешь рисовать?» Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Мен күн саламын. Я буду рисовать солнце. Мен ағаш саламын. Я буду рисовать дерево. Мен ай саламын. Я буду рисовать луну. Мен жұлдыз саламын. Я буду рисовать звезду. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала, сұраққа жауап бер. Второе задание. Послушай, повтори, ответь на вопрос. Бұл не? Что это? Гүл, цветок, күн, солнце, ай, луна, ағаш, дерево, жұлдыз, звезда. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Третье задание. Ответь на вопрос. Суретте не бар? Что есть на картинке? Суретте гүл бар. На картинке есть цветок. Суретте күн бар. На картинке есть солнце. Суретте ағаш бар. На картинке есть дерево. Суретте ай бар. На картинке есть луна. Төртінші тапсырма. Бастыр. Сыз. Четвертое задание. Обведи. Начерти. Бесінші тапсырма. Тыңда. Қайтала. Пятое задание. Послушай. Повтори. Қазақ тіліне тән дыбыстарға назар аудар. Обрати внимание на звуки казахского алфавита. Балалар, демалайық. Бүгін қай күн? Дүйшембі. Ертең қай күн? Сейсенбі. Оят онда дүйсенді. Оят онда сейсенді. Сабағынан қалмасын. Бүгін қай күн? Сәрсенбі. Ертең қай күн? Бейсенбі. Оят онда сәрсенді. Оят онда бейсенді. Сабағынан қалмасын. Бүгін қай күн? Жұма күн. Ертең қай күн? Сенбі күн. Тұрсын онда жұма жан. Тұрсын онда сенбі жан. Сабағынан қалмасын. Бүгін қай күн? Жексенбі. Оят онда дүйсенді. Сейсен, сәрсен, бейсенді. Жұма, сенбі, жексенді. Асыр салып ойнасын. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.